Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әйелі Сара Назарбаева Назарбаев деген тектен бас тартты. Нұрсұлтан Назарбаев пен Сара Назарбаеваның некесінің бұзылғаны туралы Нұрсұлтан Назарбаев қорының ресми сайттарында және Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайтында ешқашан ресми хабарламалар болған емес. Тұңғыш президент Назарбаев КЗ Сара Алпысқызы әлі күнге дейін тұңғыш президенттің әйелі екендігі туралы ақпарат бар. Алайда ол жаңалықтар арналарынан әлдеқашан жоғалып кетті. Былтырдан бері оның білім министрлігінің өзін-өзі тану пәні міндетті мектеп бағдарламасынан алынып тасталды. Ал өзі ескі Қазақстанның басқа өкілдерімен бірге оқулықтардан шығарылды. Бизнес тізілімдерге сәйкес, еліміздің бірінші ханымы жеке кәсіпкер ретінде Сара Алпысқызы Назарбаева 2017 жылғы 17 ақпанда тіркелген. Басшысы Сара Алпысқызы Қонақай деген, яғни өзінің 1962 жылы Нұрсұлтан Назарбаевқа тұрмысқа шыққанға дейінгі тегі хабарламада көрсетілген екен. Демек, алдағы уақытта Сара Назарбаеваны Сара Қонақай деп бұрынғы тегімен атайтын болғанымыз ба? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.